Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай өте дәмді еті жұмсақ болып пісетін қуырдақ көрсететін боламын. Лайк басып қолдау білдіріп кетіңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да басқа да рецепттер көрсететін боламын. Бізге керек өкпе, бауыр, жүрек, бүйрек және ет. Барлығын ұсақтап турап, қазанымызға майымызды құйып, қыздырып алып, барлығын қосып қуырамыз. Жай отта біраз 10-15 минут қуырып алып, үстіне бір бокал суды құйып, суы тартылғанша қуырылады. Астына араластырып тұрыңыздар. Суы тартылғаннан кейін пияз саламыз. Пиязымызды 5-10 минут қуырып аламыз. 5-10 минут қуырғаннан кейін пиязбен бірге мен 3 шай қасық тұз қостым. Лавровый тағы приправалар қоса берсеңіздер болады. Сосын 15 минуттан кейін картофын саламыз. Сол салынған картоптан кейін астын жай басып, бір кружка тағы су құйып жіберсеңіздер болады. Если су көп болса, құймай қойсаңыздар болады. Осылай өте дәмді жұмсақ болып шығады. Астын жай отқа пісіресіздер, өте баяу отқа қоясыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады.